Сәлем баршаңызға. Байқасаңыздар, ұлттық киімдерді кию трендке айналып келеді. Бүгін сіздермен шапанға лекалды бірден матаға сызып пішуді, оны тігуді көрсететін боламын. Ол үшін бізге дак матасы мен велюр матасы, сызғыш, қайшы, булавкілер, тігін машинасы керек. Мен өзімнен алдын ала өлшем алдым. Менің өлшемім 44. Мойынды шығару үшін көлденең 8 см сызып, төменге 3 см түсіріп, дөңгелетте сызамыз. Әрі қарай кеудесін сызу үшін обхват груди менде 90 см, оны 4-ке бөліп және 2 см свободаға қосамыз. Сонда менде 24,15 шықты. Осы обхват груди біткен жерге перпендикуляр сызып қоямыз. Әрі қарай ДТС менде 37, соны сызамыз. Әрі қарай ширина груди, яғни көкірек кеңдігі менде 32, оны 2-ге бөлгенде 16, оған 2 см кеңдік қосып, сәл кеңдеу қылып алудамын. Осы жерді дұрыстап жібереміз. Әрі қарай менде обхват талии 98 болып тұр. Оған 2 см кеңдік қосамыз. Яғни формула бойынша обхват талиді 4-ке бөліп, оған 2-ні қосамыз. Сол кезде менде бары 27 см болып шықты. Соны сызамыз. Әрі қарай шапанның ұзындығын менде 90 см болған қалап отырмын. Сіз өз қалауыңызша ұзындық алсаңыз болады. Белден төмен қарай, яғни бөксенің біткен жеріне дейін қосып сызамыз. Осымен лекал сызып болдық. Енді матаны үстел үстінен көтермей, тігіске 1 см беріп қиып шығамыз. Егер қолыңызға алып қиятын болсаңыз, мата жылжып, қайта дұрыстау керек болады. Алдыңғы мойынды жасау үшін 8 см түсіп, айналдыра сызып аламыз. Мен шапанымды сәл ерекшелегім келіп тұр. Ол үшін велюр матадан алдына саламын. Ол үшін мен жоғарыдан төмен қарай қажетті бөлікті сызып, 1 см тігіске беріп қиып алдым. Велюр матаны астына қойып, алдыңғы шапанның бөлігін қолданып, керек велюр бөлікті сызып, 1 см тігіске беріп, видеодағыдай қиып алдым. Әрі қарай жеңді пішіп қиып аламыз. Менде жеңнің жоғарғы жағын велюрдан, төменгі жағын сәл бостау болып тұратындай етіп пішіп, матадан жай ғана дак матасынан пішіп алдым.
Сондай-ақ велюр матадан мойын өңірін қиып алуымыз керек. Тікпес бұрын алдыңғы өңірі мен велюр маталы алдыңғы бөлікті булавкілеп тігетін боламыз. Шапанның алды мен артын, жеңдерін бәрін бөліктерін булавкілеп қосамыз, немесе қолмен тігіп алып барып киіп көріп, бәрі дұрыс болса, машинкамен тігіп бастаймыз. Айта кететін жайт, әрбір тіккен сайын жақсылап өтектеп алып отырамыз. Ең соңында етегін жай ғана көмкеру арқылы тігеміз. Менің шапан тігу туралы видеом ұнаса, алдымен лайк басып, подписация етіп, сосын коммент қалдырсаңыз болады. Басқа да видеоларымда қарап шығыңыз. Өзіңізге міндетті түрде шапан тігіп алып, жарқыратып киіп, Қазақстан мәдениетінің шарықтай беруіне үлес қосыңыз. Мен өзімнің шапаныма кішкентай темір ілгіштер салдым. Олар фурнитура дүкенінде сатылады. Сіз өзіңіздің қиялыңызға қарай ілгек немесе замок, немесе мен сияқты темір ілгіш салуыңызға болады.